Ассаламу алейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Көптен бері елдің сұранысын тудырып отырған жылқы малын қалай бордақылап, тез семіртуге болады, тәбетін қалай ашуға болады деген сұрақтар бойынша жауап беретін боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, бұдан да басқа құнды ақпараттарымызды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен малымызды борламас бұрын борламақшы болған малымыздың ас қорыту жолын толық түсініп алғанымыз дұрыс. Көп санды адам жылқының тақ қарынды және қарнының сыйымдылығы кішкене екенін біледі. Бірақ азықтық жылқы қарнында аялдайтын уақыты қысқарақ болатын және ас қорытуда мал азығы қарынға кіріп 10 минут өткеннен кейін ішек жолына қарай алмасатынын біле бермейді. Сондықтан да жылқы борлағанда жұмсақтау, оңай қорытылатын азықтықтар беру керек. Сонымен қатар жылқының ас қорыту жолында ішкі организмында паразит құрттар өте көп болады. Сол себепті міндетті түрде борлаудан бұрын құрсыздандыру алып бару керек. Мысалы, жылқыда сіз естімеген мынадай паразит құрттар болады: жалаңаш таспа құрт, қарын жіпше құрты, жылқы параскаридозы, стронгилиатоз, ішек құрт, өкпе қыл құрты, бел құрт, көз құрт, жылқы қынасы, қарын бүгелек құрты және жылқы қарындағы споралы құрт сияқты тағы басқа көптеген паразит құрттар болады. Міне осындай көптеген паразит құрттар жылқының өсіп жетілуін, жақсы ет алуын, азықтыққа болған тәбетін тежеп, малыңыздың семірмей арықтауын келтіріп шығарады. Сондықтан жылқы борлау үшін ең бірінші құрсыздандыру жұмысын алып бару керек. Әдеттегідей тері астынан ивермек өкілін, ауыздан құрсыздандыру дәрісін беру керек. Сонымен қатар тривит сияқты құрамында витамин А, витамин D3, витамин Е дәрумені бар витаминдік өкілді бұлшық еттен дене салмағына қарай салу керек. Екінші, жемге үйренгенше жемін қалыпты беріп, сосын біртіндеп мөлшері молайтып отыру керек. Таңертең кеш 2 уақыт суарып, суы таза тұнық болуы шарт. Үшінші, жылқының ас қорыту жолына қарай оңай қорытылатын жем беру керек. Мысалы, жүгері кебегі, бидай кебегі, суға бөріктірілген бидай, арпа сияқты жемдерді бірге берген дұрыс. Бидайды бөріктіріп дайындағанда малыңыз тауса алатындай етіп дайындағаныңыз дұрыс. Төртінші, қора тазалығына мән беріңіз, ауасы алмасып тұратын болу керек. Мал борлаған қораға албаты адамдарды кіргізбеңіз. Айғай сүрен салып үркітіп шошындыруға мүлде болмайды. Барынша тыныш ортада болғаны жөн. Осылай болғанда малыңыз тез ет алып базарға тез шығатын болады. Сосын көптеген көрермендер витаминдік дәрі мен гормондық дәрілерді шатастырып жатады. Гормондық дәрі мен витаминдік дәрілердің farқын білгіңіз келсе, жоғарыдағы сілтемеге өтіңіз. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.